мен почти жермен жексен болдым. Қайрат Рысқұлбек ағамызды, Ләззат Асанова әпкемізді танымай жатқан көшеде жастар кездесіп жатыр, сондай бір видео болып жатыр. Соған бір желтоқсан желі әннің авторы ретінде, сол замандағы көз көрген адам ретінде не ойдасыз? Мен почти жермен жексен болдым. Ана не істегенде, сонда бұл қазіргі сүріп отырған өмірі қайдан келгенін бір ауыз сұрамағанына, не ұстаздардың оны айтпағанына, соған ұмтылмағанына мен қатты қапа болдым, шыны керек. Біз 40 жыл болды. Сол 40 жыл өткенде емес қазір. Күні кешегідей осы ән жазылған. Мен әлі білем жақсы. Әрбір қадамында не ойладым, әрбір қадамында мен қалай толқыдым, қалай халық үшін менің жаным күйді. Соның бәрін мен білем. Енді бұны кемістік қой, кемшілік. Өзінің тәуелсіздігінің тұғыры қалай қаланды, іргетасы қалай қаланды, оны білмеу, ол кішкентай дейді, оны 5-ші сынып оқиды, ол 6-ші сынып әлі енді біледі ғой деген, ол кеш болып қалады.